Ораза кезінде адам ағзасында болатын өзгерістер. Қызықты ақпарат. Ораза кезінде адам ағзасында болатын өзгерістер 4 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең – тазалану кезеңі. 1-2 күнді құрайды. Басың қатты ауырады ма? Еш уайымдама. Оразаның бірінші күні қанымыздағы қант төмендейді. Жүрек соғысы бәсеңдеп, қан қысымы төмендейді. Бұлшық еттен гликоген шығып, әлсіздік пайда болады. Тазаланудың алғашқы күндері ең қиын болып келеді. Бас ауру, жүрек айну, ауыздан жаман иіс шығу, тілдің ауырланып ісінуі тазаланудың бірінші кезеңінің белгілері. Екінші тазалану кезеңі 3-7 күндері аралығы. Май қышқылы құрамындағы майлар ыдырап, глицериттер молекуласындағы глицеринді босатып, глюкозаға айналады. Бет майланып кетеді, себебі ағза ашыған майдан арылып жатады. Бет терісі жаман адамдарда жағдай асқындап, аздап бөртпе шығуы мүмкін. Ағза оразаға үйрене бастайды. Ас қорыту жүйесі демалып, барлық күш тазалануға және емделуге жұмсалады. Қанның ақ түйіршіктері мен иммунитет жүйесінің белсенділігі артады. Өкпе тұсыңыз ауырсынуы мүмкін. Тазалану органдары өкпе жолдары ретке келіп, жаңалану процесі үстінде болады. Тынысыңыздың әлі де жағымсыз иісі бар. Тіліңізде де ағарып тұрады. Тоқ ішекте де өзгерістер, ішек қабырғаларына жабысқан нәжіс ажырата бастайды. Үшінші тазалану кезең 8-15 күндері. Өзіңді сергек сезініп, қуатың тасып жүресің. Алайда ескі жараларың қозып, біраз ауырсынуы мүмкін. Бұл ағзаның ораза кезінде өзін-өзін емдеуге көшкенін көрсетеді. Мысалы, қолыңызды 10 жыл бұрын сындырып алсаңыз да, сынған орында із қалады. Қолды сындырған кезде ағзаның өзін-өзі емдеу қасиеті өмір сүру салтына тікелей байланысты болатын. Егер сіз салауатты өмір салтын ұстанбаған болсаңыз, онда ағзаның емделу қасиеттері қыл үстінде болатын. Ораза барысында ағза өзін-өзін емдеу қасиетін белсенді етеді. Ағза өз бойынан өлі не жарақаттанған жеріне лимфоциттер секреттелген заттарды жеткізіп, ақаулы жасушаларды жоюға кіріседі. Бұл шырышты заттар бұрын болған ақау қайта ауруына әкеп соқтыратын сол жердегі жүйке талшықтарынан әсер етеді. Ағза өзін-өзі емдеп болуының көрсеткіші де осындай ауырсыну болмақ. Бұлшық еттер қатайып, токсиндердің әсерінен ауырсыну асқындайды. Токсиндер аяқта жиналатын болған соң, аяқтарыңызда ауру сезінесіз. Ауыз қуысында шағын жаралар пайда болуы мүмкін. Ол бактериялардың көбеюі салдарынан болады. Күнделікті ауыз тұзды сумен шайып тұрсаңыз, жаралар тез жазылады. Төртінші тазалану кезеңі 16-30 күндер аралығында. Ағза ашығуға әбден үйренген. Қуатыңыз көп, ой-санаңыз тынық. Тазалану кезеңдері қысқарып, тіліңіз де қызғылттанып, тынысыңыз таза болатын күндер кездеседі. Органдарыңыз өзін-өзі емдеуді аяқтайды. Ағза өзін әртүрлі ауру қоздырғыштарынан тазаланған соң, органдар 2 есе тез жұмыс жасап, ақауы бар жойылған жасушалар орнын толықтырады. 20 күннен соң санаңыз тынық, жүйкеңіз тыныш, қуатыңыз көп, бойыңызда баланс сезіледі. Есте сақтау қабілетіңіз артады. Керемет өзгерістер. Одан да маңыздысы, Алла тағаланың ораза тұтқан жан үшін бұл дүние мен ақыретте беретін нығметтерін бірдей ойлау керек.